Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін тауықтың етін медовый соуста пісіреміз. Бал қосылған соуспен тауықтың етін пісіреміз. Өте керемет дәмді. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды жасап көруіңізге сізге кеңес берем. Өте дәмді. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді бұл тауықты пісірудің ең құпиясы соусында. Соусына мен 150 грамм соевый соус, оның үстіне шамамен 50 граммдай бал қостым, мед, және 1 ас қасық горчица, 2 бөлік чеснокты осылай майдалап, чеснок қосып жіберемін. Бұл тауықты тауықты осы соусқа маринаттаймыз. 1 ас қасық паприка қосам, жақсылап араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді осы маринатты тауықтың үстіне құямын. Тауықтың үстіне құйып, жақсылап араластырып, маринаттап, шамамен 1 сағат, 1,5 сағатқа тауықтың бетін жауып қойып қоямын. Мінеки. Осылай дайындап аласыздар. Мінеки, мен тауығым маринатталды. Енді үстіне 100 граммдай сұйық майды құйып, жақсылап араластырып жіберемін да, противенге пергамент қағазын төсеп, сол қағаздың үстіне тауықтарымды саламын. Қыздар, өте керемет дәмді тағам. Бұл тағамды кешкі асқа да, түскі асқа да жасай берсеңіз болады. Мінеки, осылай саламда, қалған соусты тауықтың үстіне құямын. Әдемелеп. Бәрін түгел тауықтың үстіне құйып, духовкаға салып, 200 градуста 40 минут, 50 минут пісіріп алам. Мінеки, менің тауықтарым пісіп дайын болды. Енді гарниріне өзіңіздің қалауыңыз бойынша бұл тауықтың қасына гарнир жасасаңыз болады. Мен күріштен гарнир жасадым. Мінеки, тамағым дайын болды. Өте керемет дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық рецепті описание бөлімінде төменде қалдыратын боламын. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығып тұратын болады. Сол себепті төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Сау саламатта болыңыз.